миы шайқалып ота жасады. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ләйла Сұлтан қызы атпен шабуды трендке айналдырған қыздарға үндеу жасады. Бұл туралы Стан КЗ ақпарат агенттігі хабарлайды. Соңғы 2 күнде Еркежанмен 1000 рет хабарласқан шығармын. Тіпті түсінде де жағдайын сұрап жүрмін. Атқа мінуді немесе шабуды жақсы көретін қыздар, жақындаңдар. Бұлай жасауға болмайтынын айтып беремін. Еркежанның фотосын көргенде қатты шошып кеттім. Осыдан бірнеше күн бұрын достарымен атқа шабуға барған. Сол жерде құлап, жарақат алды. Мидың шайқалуы диагнозы қойылды. Ота жасалды. Бірінші рет атпен шауып тұрған жоқ. Бұрында барып жүретінін білетін едім. Осы жолы қатты құлап, бәрімізді қорқытты, деді тележурналист. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Еркежан қарындасымызға Алла шипасын беріп, Құдай қаласа аяққа тұрып, жақындарын қуанта берсін. Бұған дейін мен есімде пони сияқты бір атқа отырғам, оның өзінде аяғым қалдырап, дірілдеп, мен ер азамат болсам да айтайын, қатты ұялып кеткен кезім болған. Бірақ та осындай оқиғаларды естіп, шынымды айтсам, кейде қуанып кетемін. Мүмкін осы қайыры шығар, атқа мінуді үйренбегенім дұрыс та шығар деп. Тағы да бір айтатын шындық, көлік айдауды да білмейді екенмін. Жол апаттарын, жол көлік оқиғаларын естіп, іштей қуанып қалатын кездерім де болады. Бірақ та хобби деген нәрсе бар, адам жақсы көреді, істегісі келеді, барады да, тіпті оны тоқтата алмайтын кездерде болады. Дегенмен де денсаулық бірінші байлық, барлық сақтық шараларын сақтау керек. Құрметті қазақ елі, ауырмаңыздар, барлығы жақсы болсын сіздерде.